75 қабат. Демалуға келген 3 жігіт номерді отельдің 75-ші қабатынан алған. Кешке таза ауаға шығуды шешкен 3 жолдас шыға берісте әкімшіліктегілерден түнгі сағат 10-нан кейін лифттің істемейтінін біледі. Кешікпеуді жөн санап, саябаққа қарай бет алған жігіттер отельге түнгі сағат 10-нан кешігіп келген еді. 75-ші қабатқа жаяу шығу ақылға сыймайтынын айтып, әкімшіліктегілерге қанша жалынғанмен нәтиже болмады. Ескертуде жасалған, тек кешігушілер өздері кінәлі. Сонымен алда 75-ші қабаттағы номерге жаяу көтерілу мәселесі тұр. 3 жігіт әр 25 қабаттан бөліп алып, әңгіме дүкен құруды өз мойындарын алады. Араларындағы бірінші жігіт 25-ші қабатқа дейін көңіл көтеріп, небір күлкілі оқиғаларды еске алып, көңілді біраз көтеріп тастады. Келесі кезекті алған жігіт ой қосарлық мәні бар салмақты әңгімелер айтып, кезекті 3-ші жолдастарына берген еді. 3-ші жігіттің әңгімелері мұңды екен. 75-ші қабатқа да жетіп қалған жігіттер кілт тоқтады. Араларындағы біреуі өкінішті және ғибратты хабарын барын айтты. Жаяулатып 75-ші қабатқа да келіп қалыппыз. Қатты өкініп тұрмын. Бірінші қабаттағы әкімшіліктегілерден бөлмеміздің кілтін алуды ұмытып кетіппіз. Жігіттер жетер-межеге келіп, амалсыз өкініп тұрғаннан сақтасын. Жұмыр бастының ғұмыры қазіргі сәттегі жағдайға ұқсайтынын қараңдаршы. 25 жасқа дейін ойын күлкімен өтетін шақ. Одан әрі отбасын құрып, иттірліктің қамына көшуді бұйыртса, пайғамбар жасының ар жақ бер жағында адам ана өмірге қамдана бастайтынын байқауға болады. Адамдар өмір бойы жүректерінің түбіндегі кілтті ұмытумен өтеді. Мейірімді жаратушымыз осындай жағдайдан сақтасын. Жарар.com сайтынан.